Барлық менің сүйікті де сүйкімді оқырмандарыма, сырлас достарың Санжар Айдардан жалынды сәлем. Бәріміз білетініміздей, жаңа жыл сыйлық сыйлаудың өте бір ғажайып кезі. Бірақ көп қыздардың жігітіме жаңа жылға не сыйласам екен? Сол бір көкейтесті басты сұрағы өте өзекті болып келеді. Кейде бұл бір шешілмейтін жұмбақ тәріздес. Әрине, тосын сыймен сыйлықтарды барлығы жақсы көреді, әсіресе жігіттер қауымы. Және жігіттің өзіне қатты ұнаған затты сыйлық ретінде қабылдау оны өте қатты қуантатыны анық. Осыған орай қыздар да жаңа жылдық мерекелерге сәйкес жігітке жағу үшін не беретіндерін ойлап жатады. Онымен қоса сыйлық ең керемет, оригиналды, қарапайым емес, өте қажетті, ыңғайлы, креативті және әрине қымбат емес болғанын қалайды. Сонымен жігітке не сыйлаймыз? Бүгін мінекей осы жайында сөйлесетін боламыз. Бұл видеода мен нақты товарлармен емес, керісінше қажетті идеялармен бөлісетін боламын. Осыған сәйкес сен оған нақты не керек екенін анықтай аласың. Себебі сен өте ақылды, креативті әрі көрікті жансың. Мен саған сенемін. Дайынсың ба? Онда кеттік. Сыйлығымызды таңдағанда ең алдымен оны кімге беретінімізді ойланайық. Жігітті ойымызға алып, оны елестете бастаймыз. Ол не нәрселерге қызығады, бос уақытын қалай өткізеді, мінезі қандай екен сұрақтарына жауап береміз. Себебі әр адам әр түрлі. Бір сыйлық бір адамға сәйкес келсе, екіншісіне мүлдем сай келмеуі мүмкін. Сол үшін жоғарыдағының барлығын бір қағазға жазып бастаған жөн. Сыйлық барынша қарапайым болмау үшін ол бір адамның қалауынан келіп шығуы керек. Егер дәл қазір сенің ойыңа қырнуға арналған көбік пен шұлықтан басқа еш нәрсе келмесе, негізінде екінші жартыңа сыйлауға болатын өте көп заттар бар екенін ұмытпағайсың. Ең алғашқы вариант бұл оның қызығушылықтарына тікелей байланысты болып келеді. Оның немен айналысатынын біліп алып, немесе өзінен сұрап, сол бағыттағы затты сыйласаң болады. Мысал ретінде ол киноны жақсы көрсе, онда жабық қаралым, оңаша кино залдарға баруға болады. Ал активті өмір салтын ұстанатын болса, онда бірге тауға да көтерілуге болады. Ал егер ол саған мүлдем таныс емес бағытпен айналысатын болса, онда белгілі бір эксперттермен ақылдасқан жөн. Мысалы, оның достары, тауар сатушысы, интернеттегі форумдар, Google'дағы ақпараттар және тағы басқалары. Әзіл ретіндегі сыйлық. Егер сен онымен мейірімді, жақсы, әрі достық қарым-қатынаста болсаң, онда әзіл ретіндегі сыйлықты да сыйласаң болады. Бір прикол ойлап табуға тырыс. Оған әртүрлі мақтаумен марапаттаулар, медаль мен ордендар жатады. Олардың барлығы осы жылдың басты тренді болып, кез келген дүкенде сатылып жатады. Бұның барлығы қарапайым көрінбес үшін әдемі сыйлық ретінде орағаның дұрыс болады. Менің ойымша бұндай сыйлық оның есінде нақты сақталады. Келесі геймерлерге арнап. Қазіргі кезде жастардың көбісі өздерінің бос уақыттарын компьютердің алдында ойын ойнап өткізіп жатады. Егер сенің жігітің геймер болса, онда сен сыйлық іздеп әуре болмайсың. Себебі ойын әлемде кез келген жігітке ұнайтын аксессуарлар өте көп болып келеді. Бұл сапалы наушниктар, әдемі клавиатура, сәнді мышка, ойын джойстигі, Sony PlayStation'дағы ойындар және тағы басқалары. Өз қалауыңдағы кез келген затты алсаң болады. Өз қолыңмен жасалған сыйлық. Егер сенің қолың алтын болса, онда өз қолыңмен де сыйлық жасауға болады. Кез келген жігітке жай сатып алынған емес, сүйікті қызының өз қолымен жасалған сыйлығы өте қатты ұнарайдан анық. Бесінші, киім немесе аксессуарлар. Көптеген жігіттер үшін шопинг шынымен де қиын нәрсе сияқты көрінеді. Олар қыздар үшін бәріне шыдап, тіпті дүкенде сөмкелерінде көтеріп жүреді. Ал өздеріне келгенде осының барлығын максималды тез жасап құтылғысы келеді. Көп жігіттер өздеріне шопинг жасауға уақыттарын да қимайды. Сол себепті неге оны осы азаптан құтқармасқа?
Жігітке барынша жағып, оның көңілін табу үшін жылы күртеше сыйлауға болады. Ал егер ол кез келген кино мен мультфильмнің фанаты болса, онда арнайы дүкендерде оған қажеттінің барлығы сапалы және өзіне тұрарлық бағада сатылып жатады. Ал салмақты жігіттер үшін сәнді жейде немесе әдемі жарық футболка да күшті жарасады. Тағы да нұсқа ретінде сапалы сөмке, рюкзак, белбеу немесе портмонені де ұсына. Бұның барлығы күнделікті өмірге қажет болып келеді. Алтыншы вариант – гаджеттер. Егер сенің жігітің хай-тек жаңалықтарынан қорғалмайтын болса, онда оған шынымен де ақылды сыйлық сыйлауыңа болады. Мысал ретінде смартфон, сағат, будильник, планшет немесе ноутбук. Есінде болсын, сен оған қандай сыйлық сыйласаң да ең басты жылы сөздерді айтуға ұмытпағайсың. Ол өзі естігісі келетін сөздерін естісін. Тура осылай жаңа жылдарың құтты болып, шаттық пен береке әкелсін. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер пайдалы болып, видео саған ұнады деген ойдамын. Арманыңдағы жігітіңмен бақытты болуыңа тілектеспін. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсем болады. Жаңа видеолардан қорғалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенмен бүгін болған мен, Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.